Тексерсіз үйде бар заттармен дайындалатын, әдемі әрі дәмді болып шығатын шоколадты пирог дайындаймыз. Ең алдымен қажетті заттарымызды түгелдеп аламыз. Дәл осы рецептпен 2 пирог шығады. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, қантымызды салып араластырамыз, сүтімізді құямыз және де сұйық майымызды құямыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұнымызға разрыхителді какаоны салып араластырамыз. 2 массаны біріктіреміз, араластырамыз. Үстіне қайнап тұрған 1 стакан су құямыз. Табаларды алдын ала май жағып дайындап алдым. 2 табаға осылай бөліп саламыз. Пешімізге орналастырып 150 градуста пісіреміз. Піскенін шпажкамен тексереміз. Дайын болған пирогымызды осылай ұсынсақ болады, немесе үстіне шоколад құйсақ болады. Өте дәмді, воздушный, күшті болып шығады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өздеріңіз қалағанша украшение жасасаңыздар болады. Рецепт ұнаса, досыңызға бөлісіп, лайк, комментарий баса кетіңіз. Және де дәл осы пирогпен Beta Dream Gold шайымен күштілеп тұрып шай ішіп алыңыз. Ал баршаңызға ас болсын.